SQL сабақтарын жалғастырамыз. Енді бұл сабақта біз мына деректерге өзімізше сұрыптау жасаудың басқа да бір жолдарын қарастырамыз. Бұл way деп аталады біріншісі. Біз былай қарайық. Мысалға, бізде блог сайт бар. Ішінде әртүрлі қолданушылардың жазбалары бар. Бір жазбаны басқан кезде бізге сол жазбаны алу қажет. Оны SQL түрінде мысалы қалай жазады? Тек қана белгілі бір ғана объектіні алу үшін базадан. Ол үшін way деп жазамыз, яғни соның ішінде былай жазсақ болады. Customer ID тең болады, мысалға айталық 1-ге. Міне. Сол кезде көріп тұрғанымыздай, мына айтады бізге customers'тың ішінен ал, және мына customer ID тең болу керек 1-ге. Сондай жағдайда міне 1-ге тең болған, мынау 1-ге тең, бізге тек қана осыны шығарып тұр. Немесе біз былай жазсақ болады. Country тең болады Германияға. Бұл осылай сұрыптау жасайды. Көріп тұрғанымыздай, мына жерде міне бүкіл жазбаның ішінен қайсының country деген полясы Германияға тең, бізге соны шығарып беріп отыр. Одан кейін қосымша мынадай запрос жазуға болады. Or деген country Германияға тең болса, немесе Франция, Париж деп мен қаласын айтып кетіппін ғой. Сондай жағдайда міне көріп тұрғанымыздай, мынау айтады. Customers'тың ішінде country, яғни қай елден екен Германияға немесе Францияға тең болатын болса, бізге соны қайтар деп тұр. Мына жерде көріп тұрғанымыздай, мынау Германияға тең, және мына Франция, басқа ел жоқ, басқа данный жоқ. Біз мына жерде нені сұрадық, бізге соны беріп тұр. Одан кейін мына ордың орнына and деп жазсақ болады. Бұндай жағдайда біз былай істесек болады. Мысалға, country Францияға тең, және соның ішінде Францияның ішінде Париж деген мысалы қала бар. Және city, яғни монополия тең болу керек Парижге. Міне көріп тұрғанымыздай, сондай жағдайда бізге 2 жазба қалдырады. Бізде 2 бар, яғни страна тең болады мына жерде Францияға, және соның ішінде Париж қаласынан жасалып отқан біздерге міне, яғни бар клиенттерді шығарып беріп отыр. Бұл осындай запрос. Одан кейін сұрыптаудың тағы бір түрі бар. Бұл order by, яғни бізге қандай рет бойынша көрсетеді. Order by біз егер қарайтын болсақ, customer ID деп жазамыз, және сол кезде мыналардың орналасу ретіне назар аударамыз. Сол кезде бізге ештеңе көрінбейді. Ал енді order by desk деп жазатын болсақ, мына жерге қараңыз. Керісінше жоғарыдан басталады, яғни 91, 90, 89 деп қандай үлкен цифр бар, содан басталады. Ал мына жерге біз ештеңе жазбайтын болсақ, ол автомат түрде, яғни дефолтный түрде, мына программистердің тілімен айтатын болсақ, ол ASCII-тен басталады. Не қосымша біз бұл жерге customer ID емес, егер customer name дейтін болсақ, мына жерде міне бұл жағдайда алфавит бойынша, яғни A басталады, одан кейін B, A, B, C деген сияқты сондай алфавит бойынша. Егер desk деп жазатын болсақ, бұндай жағдайда міне керісінше W соңғы әріп, яғни соңынан басталады. Қосымша бұл жерде біз басқасында көрсек болады. Мысалы country бұндай жағдайда да мынау ID бойынша кетеді. Одан кейін date деген бар деген секілді. Біз түсінікті болу үшін мына жерде orders дегенге барайық. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, мына жерде міне date деген бар. Яғни orders дегенді аламыз. Бұндай жағдайда order by, order date дегенді басатын болсақ, бізге керісінше міне автомат түрде осылай тұрады. Бірақ егер desk деп жазатын болсақ, міне ең соңынан жасалған тапсырыстарды бізге міне көрсетіп тұр. Әдетте мына интернет дүкендерде болсын, немесе басқа да программаларда болсын, бұндай order by деген біраз жерде негізі қолданылады. Бұл өте маңызды. Бұлардың барлығын бірге қолдансақ болады. Мысалға айтайық, select from customers, одан кейін осының ішіне аламыз, және way тең болады қаланың аты, яғни елдің аты тең болады country тең болады Францияға, және біз осылай орындайтын болсақ, міне былай кетеді. Одан кейін order by, яғни одан кейін мына жерге жазайық. Айталық postal код бойынша алсақ болады, немесе customer ID бойынша алсақ та болады. Кез келген полямен. Customer ID desk-қа тең. Сондай жағдайда міне тек қана Франция еліндегі тұрған, мына customers деген енді клиенттер ғой былай. Сол жерде
бізден ID бойынша ең жоғарысы, яғни 85 жоғарыда тұрады, ал аз сан болатын болса, бұл төменде болады деген сөз. Қосымша біз былай жазсақ та болады. Мынаның ішіне бірге біріктіру арқылы and тең болады city, мысалға айталық Париж. Сондай жағдайда міне осылай орындалады және жоғарыдан басталады, міне көріп тұрғанымыздай. Яғни бұл жерде барлығы бір-бірімен байланысқан. Және қосымша мына жерге or запрос немесе басқа да түрлерін қосып жұмыс жасап көрсеңіз болады. Мына сервиске сілтеме төменде ішіне кіріп осылардың барлығын жеке-жеке қайталап көрсеңіз болады.